Барлықтарыңызға қайырлы күн. Егер сіздер товарный бизнеспен айналысқыңыз келсе, немесе өзіңіздің бизнесіңізді кеңейткіңіз келсе, онда сізге Озон маркетплейсіне тіркелуді ұсынамын. Себебі бұл маркетплейс арқылы сіз Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Белоруссия сияқты мемлекеттерге өзіңіздің товарыңызды, яғни 200 миллионнан астам адамға өзіңіздің товарыңызды сата аласыз. Қазір мен сіздерге қалай регистрация жасау керектігін көрсетемін, яғни сатушы ретінде. Ол үшін Google Chrome'ға кіресіздер. Поисктан Озон Seller деп басасыздар. Енді мына жерде бірінші тұрған Озон Seller дегенді басасыздар. Начать продавать дегенді басасыздар. Мына жерде регистрация деген басасыздар. Телефон номеріңізді жазасыздар. Код келеді, кодты айтасыздар. Мына жерде страна дегенге Қазақстан деген таңдайсыздар. Мына жерге өздеріңіздің иіндеріңізді жазасыздар. IP-ның атын жазасыздар мына жерге. Мына жерге магазиннің аттарын жазуға болады. Магазиннің атын IP-ның аты сияқты емес, басқаша қылдырып жазуларыңызға болады. Мына жерде барлығы сізге просто уведомление келіп жатыр. Сообщение сияқты инструкциялар болады. Мына жерде перейти в настройки дегенді басасыздар. Сіздерге настройка ашылды. Енді мына жерде өздеріңіздің IP-ларыңыз данныйларын толтырасыздар. Келесі документы компании. Мына жерде өздеріңіздің IP-ларыңыздың талонын және уведомлениясын загрузить етесіздер. Загрузить деген басасыздар. Келесі платежные реквизиты. Номер счета жазамыз. Енді оң жаққа жылжытамыз да отправить на проверку дегенді басамыз. Енді бізде ваши документы находятся на проверке дейді. Яғни бір күн ішінде сізде одобрено деген жауап келуі тиіс. Ал енді товарды қалай сатылымға шығаруға болады, қалай отслеживание жасауға болады, қалай складқа апаруға болады, және товардың ақшасы қашан, қай уақытта түседі, соның бәрін білу үшін міндетті түрде менің келесі видеомды көріңіз. Рахмет.